Егер сіз мына видеоны көріп отырсаңыз, онда мен шектеліп, бәлкім абақтыда отырмын. Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жамбыл Рахматулла. Бірер күн бұрын өздеріңізге мәлім Шаңырақ ұлттық агро қозғалысының төрағасы Алмасбек Садырбайды Алматы облысының қаржылық мониторинг агенттігі прокуратурамен бірігіп ұстаған болатын. Кеше Қонаев қаласында тергеу амалдар жүргізілетін уақытта Алмасбек Садырбайды 2 ай қамаққа ұстап отырамыз деген шешім шығарыпты, яғни 2025 жылдың 5 қаңтарына дейін. Таққан айыптары жала екені айдан анық, ашық күреске шығып шындықты айтқан адамды, президенттен бастап билігі шындық айтқан адам артынан шырақ алып жүгіретіндер, жөнелетіндері бұрыннан белгілі, әдет ғұрып десек те болады. Шындық айттың деп қамаққа ала алмайды, сондықтан осындай жала жауып, осындай іс-әрекеттерге барады. Мәселенің бәрін Алмасбектің өз сөзінен естіңіздер. Қамаққа алынуынан бір апта бұрын бейне жазылым жазып қойған екен, қамаққа алынған жағдайда жариялансын деп. Сон назарларыңызға ұсынамыз. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Егер сіз мына видеоны көріп отырсаңыз, онда мен шектеліп, бәлкім абақтыда отырмын. Мен ол жерге тыққан агроолигархтар. Бүгін бізде қазанның 31-і. Өздеріңіз білесіздер, осы уақытта менің үстімнен 3 қылмыстық іс қозғалды. Билікті алу, билікке күрес, билікке қарсы күрес, елдің арасында наразылық тудыру әрекеттері деп Ішкі істер министрлігі менің ана неге байланысты, Ұлытау жұтына байланысты, одан кейін қазақтың жерін қорғау амалдарына байланысты Ішкі істер министрлігі менің үстімнен 3 қылмыстық іс қозғады. Біреуінде дәлел және дәйек жоқ. Ол заказ. Енді одан түк нәтиже шықпағаннан кейін бүгінде менің үстіме қылмыстық істі қозғап жатыр. Экономикалық қылмыс бойынша. Мыс. Ешқандай құжат жоқ. Мен ауызша да бұйрық берген жоқпын. Мен жазбаша да бұйрық берген жоқпын. Бірақ заңсыз 6 баланың анасын, артынан 2 баланың анасын абақтыға жауып, сол жердегі ең басты талабы бізге Алмасбекті бер деп тергеушілер әйел адамдарды, аналарды абақтыға жауып, менің үстімнен іс қозғатпақ әрекеттер жүріп жатыр. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, мен абақтыда жатырмын. Мені жапты жала жауып. Қайталап айтамын. Менің тарапымнан ешқандай бұйрық ауызша да жазбаша да болған жоқ. Бірақ елімізде біреу мүдделі болып жатыр. Біреулер, байлар, агроолигархтар мүдделі болып отыр Алмасбекті тыққанға. Өйткені Алмасбек олардың мына көкірегіне сүйек болып тұр. Олар 30 жыл бойы елді түгімен жұтқандар. Ал Алмасбек соның барлығын ашық жариялап, ашық айтып, солармен күрес жүргізуде. Сондықтан қазақ елі, қандай ақпарат болса да, не болса да естісеңіздер, сенбеңіздер. Олар айтқандай емес. Менің ұранымды білесіздер. Әр қазақ бай болсын. Халық үшін еңбектендім. Еркек тоқты құрбандық. Халық үшін бүгін абақтыда да жатырмын. Ал қалғаны менің шығуым, шықпауым, ақталуым, ақталмауым ол сіздерге байланысты. Мен қолымнан келгенше еңбектендім 6 жыл бойы. Қазақ елім үшін, қазақ халқының азық-түлік қауіпсіздігі үшін шамам келгенше еңбектендім. Артық кетсем, кем кетсем, айыпқа бермаңыздар. Әр қазақ бай болсын. Жемқорлармен ашық күреске түсіп, шырылдап шындықты айтып жүрген адам қаржы жымқырмақ түгілі дұрыс емес жерде пісте шағып, темекі де шекпейді, өйткені биліктің, мемлекеттің қатаң бақылауында екенін біледі. Мемлекетіміздің болашағы бұлыңғыр, өйткені шырылдап ел үшін жүгірген, ақиқатты айтып жүрген адамның бәрін қамаққа алса, ол іс-әрекет мемлекетімізді жарқын болашаққа апармайтыны айдан анық. Байланыста боламыз. Жамбыл Рахматулла. Алмасбекке бостандық.